Еділ мен Жайық өзендерінің аралығында орналасқан Исатай ауданының тарихы терең, мәдениет пен өнері тамырлы, қазба байлықтарымен дәулеттенген киелі мекен. Қазіргі таңда аудан 7 ауылдық округ, 16 елді мекеннен тұратын, халқының саны шамамен 28 мың. Исатай ауданы көне тарихи өлке болғандықтан ауданымызға белгілі тарихи орны бар ескерткіштер мен аймақтар көп. Мәселен, Бөкей Сұлтан көне жұрты Тұщықұдық ауылдық округінен 20 шақырым қашықтықта орналасқан тарихи аймақ, яғни Еділ мен Жайық арасында Бөкей ханның қоныс тепкен алғашқы мекені болған. Ал Қамысқала ауылдық округі Ерғалиев ауылынан 20 шақырым жерде Бекет ата Мырзағұлұлының қарындасы емші Ақмаңдай әже бейіті орналасқан. Азаматтық көтерілістің басшысы Исатай Тайманұлы 1836 жылы Манаш ауылдық арқа бетіндегі Дүниестөбе деген жерде 200-дей көтерілісшінің басын біріктірген және Айбас елді мекенінің басында оқ-дәрі дайындап, ұсталар қару-жарақтарын соққан. Аудан орталығы Ақстау селосынан солтүстік батысқа қарай 60 км жерде Нарын құмынан жиегінде теміржол бекеттерінің аралығында Исатайдың әкесі Тайманның бейіті де орналасқан. Исатай ауданының қазіргі әкімшілік орталығы Ақстау селосы. Ақстау атауы жөнінде ауылымыздың ақсақалы Сейдеғали марқұмның айтуынша 1930 жылы колхоз құрылып, оның атауы Тасқала аталып, 39 жылы Чапаев болып өзгертілді. Колхозға қарасты Тобыр ауылы деген ауыл болып, онда сиыр фермасы ұйымдастырылып, оған Сейдеғали атамыз басшылық етеді. Сүт пен майды айыру үшін әдейі үй салдырып, сыртынан ақ бормен ақтатып, сол үйді кейін Аққыстау болып атап кеткен. Жалпы ауылдың негізі 1968 жылы Астырған Гурьев теміржол салуына байланысты станция негізінен құрылған. Бұл Қаратүбек деп аталатын елді мекенде Боқсақ өзенінің бойын жағалай 2-3 ғана қоныс еткен. Құрылыс монтаж мекемелері кіріскеннен кейін бұл жерде 2 қабатты үйлер, түрлі ғимараттар бой көтерді. 1973 жылы 2000-нан астам халық болған. 1990 жылы Аққыстау қала типтес поселкесі статусы қабылдады. Тасқыран мұнара белгі. Ақстау селосынан оңтүстік батысқа қарай 2 км жерде Атырау-Астрахан автожолының бойында орналасқан. 1870 жылдардың басында Самантас пен Қамыстан тұрғызылған. Орал өңірі Орынбордан бөлініп, Астрахан губерниясына берілген кезде екі аралықты тең бөлетін шекара сызығы ретінде белгіленген. Кейін бұл белгі теңіздегі балықшыларға бағдар болған деседі. Ауданымызға жер қойнауында ең басты қазынасы мұнай байлығы. Жер асты байлығына алыстан көз тіккен ағылшындық Нобель серіктесінің егері де қазақ жеріне келіп, 1911 жылы Нобель селосынан Нақтөбенен бұрғылау жұмыстарын бастады. Көп ұзамай ағайынды Нобельдің үміті ақталып, алғашқы мұнай кантаны атқылап, тәулігіне 25 мың пұт мұнай беретін өндірісі көзі ашылды. Қазіргі таңда Балғынбаев кен орны 1999 жылы зерттеу жұмыстарының нәтижесінде анықталған. 1968 жылы пайдалануға берілді. 2000 жылы бұл кен орындары атақты геолог Салтанат Балғынбаев есімі берілді. Жаңаталап кен орны аудан орталығында оңтүстік батысқа қарай 10 км жерде орналасқан. 1974 жылы кен орны пайдалануға берілді. Абай мектебі бұл оқу орны облыстың қазіргі заман үдерісіне сай үлгідегі білім ұяларының бірі. Абай мектебі негізінен 1984 жылы қаланған. 1984-1987 жылы директоры болған Надежда Капитолақызы Құрманғалиева. Қазіргі уақытта мектеп 2001 жыл 16 желтоқсанда пайдалануға берілген. Типті жобадағы 3 қатарлы ғимаратта орналасқан. Бұл мектеп алғашқы жоба бойынша 2 қабатты болып салынып жатқанда, ауданға іс-сапармен келген Қазақ-Ойл ұлттық компаниясының президенті Нұрлан Балғынбаев қосымша қаражат бөліп 3 қабатты мектеп болып салуына үлкен ықпал жасаған. Қазіргі уақытта жалпы білім беретін Абай атындағы орта мектебі, Абай атындағы мамандандырылған мектеп, гимназия, коммуналдық мемлекеттік мекеме болып өзгертілді. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай 1970 жылдан бері аудан халқын сумен қамтамасыз етіп келе жатқан Ақстау су арнасының мұнарасы. 2019 жыл аудан орталығы Исатай Таймановтың биіктігі 12 метр болатын ескерткіші бой көтерді. Ескерткіштің авторы Қазақстан Республикасының Суретшілер одағының мүшесі Серік Матинязов. Қазақ елі саябағы 2019 жылдың шілде айында ашылды. Саябақ лентасын Дарын Зұлқашевтың анасы
Күлән әжен қызы мен Исатай ауданының құрметті азаматы Жұмекен Қадимов қиды. Саябақ ішіндегі ұлттық құндылықтарымызды насихаттайтын домбыра аспабы, егре мен мұнай тамшысы, қазақтың зергерлік бұйымдары мен сәулет нысандары жастау орталығында 2019 жылы ұлы жеңістің 70 жылдығын қорытындылау аясында күрделі жөндеуден өтіп қолданысқа берілді. Аллеяда ашаршылық құрбандары және саяси репрессия құрбандары мен Чернобыль, Семей атомдық зардабын көрсететін сәулет нысандары бой көтерді. Жоба авторы ауданымыздың әкелі балалы суретшісі, дизайнерлері Сәтмағамбетовтер. Киелі нарын топырағының қиқалы өңірі Ақстауда да халыққа қызмет ететін қоғамдық орындар аз емес. Жергілікті жердегі әкімшілік орны, тәртіп сақшылары, полиция ел игілігіне үлес қосып, спорт мектебі де өз қызметін атқаруда. Аудандық мұражай Исатайдың 200 жылдығына байланысты 1991 жылы 21 қыркүйекте Аққыстауда ресми түрде ашылды. Осы сайысқа қатысу барысында туған өлкемнің өткен тарихы туралы мағлұматтарды іздестіруде осы аудандық мұражайдан өзіме қажетті ақпараттарды тапқан болатынмын. Сонымен қатар Шәмшиден